Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен қаламқас. Бүгін керемет, құрамы дәруменге бай, өте пайдалы, жасалу жолы оңай, қызылшадан жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатымызға қажетті заттар: қайнатылған қызылша, алма қажет, анар, грек жаңғағы және де майонез қажет. Әсемдік үшін аскөк қажет болады. Алдымен қайнатылған қызылшамызды осылай үкіштің көмегімен өткізіп аламыз. Қызылшамызды осылай теркадан, яғни үкіштен өткізіп алдық. Енді алмамызды дәл солай үкіштің көмегімен өткіземіз. Алмамызды үкіштің көмегімен өткізіп алдық. Енді қызылша екеуін бір ыдысқа салып араластырамыз. Осындай бір үлкендеу ыдысқа саламыз. Үстіне майонез саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Салатымызды араластырып алдық. Енді салатын ыдысымызды дайындап, әдемі гүлдің формасына келтіріп салатын боламыз. Осылай ыдысымызды алып, мен осылай сүзгінің көмегімен гүлдің формасын шығаратын боламын. Яғни осылай бір қасық салып, кішкене нығыздап жібереміз. Енді тарелкамызға төңкереміз. Дәл осылай барлығын гүлдің формасына келтіреміз. Салатымызды тарелкамызға осылай домалақ қып сап алдық. Енді кішкене қолдарымыздың көмегімен осылай гүлдің формасына келтіріп аламыз. Бас жағын үшбұрышты қылып, мінекей. Видеода байқап тұрсаңыздар, дәл осылай жасап шығыңыздар. Мінекей. Дәл осылай жасаймыз. Енді кішкене шет-шетін сүртіп жібереміз. Ортасына жаңғағымызды саламыз. Осылай жасап алдық. Енді оформлениесін жасаймыз. Егер сіздерде петрушка болса, петрушкамен әсемдесеңіздер де болады. Мен осылай аскөкпен салатымызды әсемдеп шығамын. Көкпен осылай әсемдеп алдық. Ең соңында анарымызды алып бетіне қойып шығамыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша анар қоспай қойса да жарайды. Мінекей беттеріне аз-аздап 4-5 дәнек анардан салып шықтық. Ал мінекей өте оңай, дәмді салатымыз дайын болып шықты.
Жаңа жылдық дастарханға осылай әсемдеп ерекше қылып жасасаңыздар болады. Құрамы қарапайым, дәмі өте керемет, дәруменге бай салатымыз. Сіздер де жасап көріңіздер, дәл осылай әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар жарайды. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің әрбір қолдауларыңыз маған маңызды.